Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай декоративный велик жасап үйренетін боламыз. Бұл великті жұмыс орныңызға немесе үйдің ішіне сәндік үшін қойып қоюға болады. Ол үшін ең алдымен кез келген картонымызды алып, оған дөңгелек мен скотчты пайдаландым. Скотчты алып, велигіміздің дөңгелегін бастыратын боламыз. Велигіміз 3 дөңгелек болады, 6 штук дөңгелек бастырып аламыз. Ортасына кішкене дөңгелекті бастырып, осыдан 6 штугын қиып аламыз. Міне дөңгелектерімізді қиып алдық. Енді осы 6 штукты екеуден бір-біріне клейлеп, біріктіріп, қалың етіп аламыз. Ол үшін біз ыстық клейді пайдаланамыз. Ыстық клейімізді арқылы картондарымызды екіден бір-біріне қалың қылып жабыстырып аламыз. Жабыстырып алған дөңгелегімізге енді кез келген жіпті пайдалансаңыздар болады. Менде осындай үйдегі пердеден шыққан қалың жіпті пайдаландым. Енді басын клейлеп, ары қарай орап, аяғын біткен соң бір жола клейлейтін боласыздар. Міне барлығын осылай бір тегіс қылып орап шығамыз. Ары қарай великтің үстіндегі корзинасын жасау үшін осындай кофеден қалған кружкамызды, қағаз кружкамызды пайдаланамыз. Өзіңізге ұнаған биіктікте қиып дайындап аламыз. Тек кружка емес, кез келген осындай төртбұрышты дөңгелек заттарды пайдалансаңыздар болады. Енді осы қиып алған кружкамызды басқа түсті жіппен, клеймен бір тегіс қылып орап шығамыз. Міне осылай етіп, бірінші жолын клейлеп алып, әрмен қарай орап, содан соң біткен соң клейлеп жібересіздер. Клейді кепкенше кішкене күте тұрасыздар. Міне әрмен қарай осылай сызықтың бойымен айналдыра бір тегіс етіп орап шығасыздар. Енді велигіміздің алдындағы кішкене қалташасына сеткасы дейміз ғой, соған. Ол үшін мен осындай кішкене картоннан осындай кішкене қалташа жасап алдым. Корзина сияқты қылып, осыны астынан бастап жаңағы ораған жібімізбен бұны да
жаңағыша орап шығатын боламыз. Әуелі осылай басын клеймен орнатып аламыз. Бұның орнына да кез келген затты пайдалансаңыздар болады. Кішкене көлемді кез келген зат. Полу жемшік пайдалансаңыздар да болады, болмаса витражный стразаларды өздеріңізге ұнаған ойыншықтарды пайдалансаңыздар болады. Мен қолда бар затты пайдаландым. Осылай ортасына да ойыншақ жабыстырып қойсаңыздар, әдемі көрінетін болады. Міне дөңгелектеріміз дайын болды. Корзиналарымыз да дайын. Енді белегіміздің ортасын таяқшаларын құрастыратын боламыз. Екі дөңгелектің ортасын корзина сиятында етіп өлшеп аламыз. Ағаш таяқшамызды өлшеп кесіп аламыз. Мұны екі дөңгелектің ортасы. Енді үшінші дөңгелекке жалғанатын ұзындығын өлшеп аламыз. Осыдан 2 штугын өлшеп аламыз, бірдей етіп. Бұл дөңгелектің екі жағын жалғайтын болады. Оны рульге ұстататын жері. Бұл да екеу болады. Және велигіміздің рулі үшін бір таяқша қажет болады. Осының барлығын бағанағы дөңгелек сүзгіш жібімізбен орап дайындап алатын боламыз. Міне біткен соң клеймен бекітетін боламыз. Клей жай кебеді, сол үшін кепкенше ұзақ уақыт ұстайтын боламыз. Міне барлық таяқшаларымыз дайын. Енді құрастыруға кірісеміз.
Ең алдымен дөңгелегіміздің ортасына клей жағамыз. Бағана өлшеп алған таяқшамызды орнатамыз. Екінші ұшына да клей жағып, екінші дөңгелегімізді орнататын боламыз. Мықты болу үшін клейді жақсылап құйыңыздар. Осылай кепкенше ұстап тұратын боламыз. Енді алдыңғы дөңгелегіне екі таяқшамызды бірдей етіп клейлеп аламыз. Оны да кепкенше ұзақ уақыт ұстап тұратын боламыз. Ол таяғымыздың екі ұшын артқы екі дөңгелекке жалғап клей арқылы жабыстыратын боламыз. Енді алдыңғы дөңгелектің таяқшасы тұрған жерден жоғарыға қарай екі жағынан екі таяқша жабыстыратын боламыз. Енді үстіне белгіміздің рулін жабыстыратын боламыз. Барлығын жақсылап кепкен соң корзиналарына кірісетін боламыз. Осындай белгі дайын болды. Корзиналарымыздың ішіне мақта болмаса синтефон салып жібереміз. Кішкене клей құйып жібереміз. Енді үйде бар, қолда бар гүлдерімізді әдемі етіп ішіне орналастырып, клейлеп, жабыстырып шығатын боламыз. Бірінші жапырақтарын, сосын ортасына әдемі етіп гүлдерін салып шығатын боламыз. Алдыңғы корзинкасына осындай кішкене гүлді жабыстыратын боламыз. Орнын өлшеп алып, ыстық клейді тамызып, алдыңғы жағына орналастырып жабыстыратын боламыз. Бұны да кепкенше біраз уақыт ұстап тұру қажет. Енді артқы корзинасын орнататын боламыз. Астында тұрған ағаштарға клейді жақсылап тұрып тамызып, орнататын боламыз. Егер корзинкаңыз тұрмай жатса, жаңағы екі орталыққа осындай таяқшадан қайта астына жалғап жабыстырып жіберсеңіздер болады. Осындай кішкене декоративный белгіміз дайын болды. Бұны жұмыс стол үстелдеріңізге болмаса үйдің әдемі етіп тұру үшін қойып қоюға болады. Назарларыңызға көп рахмет.